Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар. Сіздермен әдеттегідей Азиза. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен апельсиннің пайдасы мен зияны туралы керемет мағлұмат бермекпіз. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар. Ал ендеше кеттік, апельсиннің пайдасы және де зияны туралы керемет тақырып өткізбекпіз. Жалпы апельсин аудармасында Қытай алмасы дегенді білдіреді. Ол Қытайдан шыққан. Бұл мүмкін цитрус тұқымдастарының барлық жемістерінің ең әйгілі және таңдаулы түрі. Көптеген адамдар таңертең апельсин шырынынан бастайды. Бұл дәмді болғандықтан ғана емес, сонымен қатар біздің денеге өте пайдалы. Апельсин косметологияда, тамақ дайындауда, тіпті безендіру үшін де кеңінен қолданылады. Апельсиннің пайдасы мен зияны өз денсаулығына бейжай қарамайтын әрбір адамды алаңдатады. Біз сізге бұл туралы айтатын боламыз. Апельсиннің артықшылықтары дәрумендердің, әсіресе С витаминінің көптігінде екендігіне күмән жоқ. Бұл апельсин аскорбин қышқылына өте бай. Ол айтпақшы, ол үшін ғана емес, сонымен қатар басқа цитрус жемістері үшін. Ал бұл С дәруменінің пайдасы бұл коллагенді адам денесінің серпімді ұлпасын сақтауға және нығайтуға көмектеседі. Бұл біздің әдемі тамырлар мен терінің серпімділігін қамтамасыз етеді. Ал бұл әдемі ханымдар үшін өте маңызды. Апельсин, дәлірек айтсақ, құрамында гесперидин деп аталатын флавоноидты өсімдік компоненті бар. Ол біздің ағзамыз үшін маңызды емес қасиеттерге ие. Мысалы, қандағы холестеринді төмендету, тікелей қан қысымын төмендету үшін қабынуға қарсы әсері бар. Ал бұл апельсин инсульт пен инфаркттың дамуын болдырмау үшін қолданылуы керек екендігін көрсетеді. Лимон қышқылы апельсинде көп мөлшерде болады. Соның арқасында апельсиннің пайдасы адам ағзасында нитраттар мен нитриттердің жиналуына жол бермейтіндігімен көрінеді. Апельсин шырыны мен целлюлоза мен фитонцидтер құрамында болады. Олар организмнен зиянды заттарды кетіру қабілетімен белгілі. Олар тіпті табиғи антибиотиктер ретінде жіктеледі. Бір қызығы, апельсинде целлюлоза мен шырын ғана емес, сонымен қатар апельсин қабығы деп аталатын қабығы да пайдалы. Кесілген апельсинді үнемі қолданғанда іш қатуы қаупі едәуір төмендейді, ал жалпы алғанда ас қорыту мүшелерінің жұмысын жақсартады. Сонымен қатар оның құрамында әйел денесі үшін маңызды витамин болып табылатын фолий қышқылы бар. Бұл витамин депрессия мен ерте қартаюдың тамаша алдын алады. Оның ең маңызды функциясы әйелдердің репродуктивті денсаулығын қолдау, сонымен қатар жүктілік кезінде баланың туа біткен ақауларының дамуына болдырмауға көмектеседі. Апельсиннің косметика ретінде пайдасы да белгілі. Бұл саланың мамандары бұл экзотикалық жемісті қамтитын көптеген рецепттерді ұсынады. Негізінен терісі құрғақ адамдарға апельсиннен алынған компоненттері бар түрлі кремдер мен инфузиялар мойын мен беттің терісін үнемі сүрту үшін ұсынылады. Бұл процедуралар оны таза етеді және сау түс береді. Көптеген адамдар апельсин шеңберлерінің ең қарапайым маскасын біледі. Осылайша бұл жеміс теріні дәрумендермен өте тиімді нәрлендіреді, оның құрамындағы барлық заттарды береді. Ал енді апельсиннің зиянына келетін болсақ, қалай болғанда да апельсиннің барлық пайдалы жақтары үшін жағымсыз жақтары да бар. Апельсиннің зияны әдетте оның пайдасы сияқты. Дені сау адамдардың көпшілігіне пайдалы С дәрумені мен қышқылдар асқазан мен 12 елі шектің ойық жарасынан зардап шегетін адамдар үшін үлкен проблема болып табылады. Бұл сонымен қатар аллергиялық реакцияға бейім адамдарға цитрус жемістері аллергия тудыратын алғашқы ондыққа кіретіні еске салу керек. Сондықтан оларды қолдануға абай болыңыздар. Апельсин жеп шырынды үнемі тұтынған кезде апельсиннің зияны тіске әсер ететінін есте ұстаған жөн. Қант пен қышқыл бұл тіс эмаліне өте зиянды және оны жұқаратын заттар. Шамадан тыс қолдану тістің сезімталдығына және тіпті тістің бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін.
Мамандар қышқыл негізі балансының қалпына келуін қамтамасыз ету үшін цитрус жемістерінен кейін міндетті түрде аузыңызды шаюыңызды ұсынады. Содан кейін апельсиннің пайдасы мен зияны жиі еске түсетін мәселе болмайды. Ал ендеше бүгінгі біздің апельсин жайында қозғаған тақырыбымыз өз мәресіне жетті. Сіздерге видео ұнайды деген ойдамыз. Рахмет, сау болыңыздар.